Қазақстанның халық қаһарманы, атақты партизан әрі жазушы Қасым Қайсенов 1918 жылы сәуірдің 23-інде Шығыс Қазақстан облысында туған. 23 жасында жау қолында қалған Украина жеріне нағыз майданның ортасына аттанады. Батыр Чапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядын басқарады. Қарпат тауы біздің Алатау сияқты биік тау ғой, орманды тау. Басынан бұлт кетпейтін, жаңбыр кетпейтін. Міне осы ауа райының қолайсыздығынан 60 адамның 53 адамы қаза тауып кетті дағы біз аман есен жерге 7 адам түстік. Мені әдебиетке әкелген соғыс, партизандық өмірім деген жазушы соғыстан қайта өз мемуарлық еңбектерін жаза бастайды. Жақындарының айтуынша ол соғыс кезінде болған әрбір жердің атауын, өзі басқарған әрбір әскеридің есімін жатқа білген. Ажал аузынан жау тылында еңбектерінде тұтқында азап шеккен жауынгерлер, дұшпанға аяусыз соққы беру, жау қолында қалғандарды босату сияқты операциялары шынайылықпен бейнеленген. Мен атам туралы айтып бергім келеді. Ол кісі көз жұмғанда кішкентай болдым, бірақ ол жайлы жақындарымнан естіп келем. Ол үшін отбасы ең бірінші орында тұратын. Ол ұлы тұлға. Атамыздың есімі ешқашан өшпейді деп ойлаймын. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев батырға 1995 жылдың 9 мамырында халық қаһарманы атағын беріп, батырдың кеудесіне өз қолымен алтын жұлдызды тағады. Сондай-ақ сол кездегі Егемен Қазақстан газетінде қаһарманның қабағы неге кірбің атты журналистік зерттеу мақаласы шығады. Осылайша 1997 жылдың 7 мамырында Қасым Қайсенов полковник погонын алған. Шайқаста жауға етегінен шалдыртпай, жағасынан алдыртпай өткен, еңіреген ер, басқыншы жауды қаралай қалтыратқан Вася партизан. Халқымыздың күллі адамзатпен бірге жасаған ұлы ерлік дастанының ең басты қаһармандарының бірі.